Сәлем досым, бүгінгі тақырып дефиспен және дефиссіз жазылатын сөздері. Кез келген бе, әлде кез келген бе? Ойпырай ма, ойпырай ма? Ожақ бұжақ па, әлде ожақ бұжақ па? Бұл сөздердің дұрыс жазылу нормасын білгіңіз келсе, келесі ережеге мән беріңіз. Қос сөз немесе пленазм типтес құрылымдардың әр компоненті бірнеше сөзден тұрса, олар үтір арқылы немесе ешқандай тыныс белгісі қойылмай жазылады. Мәселен, үн жоқ, түн жоқ бөлек жазылса, үнсіз, түнсіз дефиспен жазылады. Күн демей, түн демей бөлек жазылса, күні, түні, күн, түн демей сөздері дефиспен жазылады. Аз болсын, көп болсын бөлек жазылса, азды көпті дефиспен жазылады. Ерте болсын, кеш болсын бөлек жазылса, ертелі кеш дефиспен жазылады. Тең мағыналы немесе қарама-қарсы мағыналы екі сөзден жасалған термин мәнді күрделі анықтауыштар дефис арқылы жазылады. Мысалы, оқу-ағарту жұмысы, әкімшілік басқару жұмыстары, халық азаттық қозғалысы, салыстырмалы тарихи әдіс, үгіт-насихат жұмысы, орысша қазақша сөздік, есеп беру сайлау жиналысы. Екі сөзден тұратын ғылыми дәреже атақтардың және қызмет дәрежесін немесе мамандықты көрсететін атаулардың арасына дефис қойылады. Мысалы, премьер-министр, вице-президент, тілші, фонетист, редактор, математик, инженер, байытушы, ақ, ай, ау, мыс, міс, д, т, т шылаулары өзінен бұрынғы сөзбен дефис арқылы жазылады. Жақсақ, жақсақ емес. Жүрісін-ай, жүрісін-ай емес. Қарағым-ау, қарағым-ау емес. Келіптіміз, келіптіміз емес. Дұрысы, болғанды, келгенді. Тек келесідей одағайлардың құрамындағы ай, ау шылаулары сөзбен бірге жазылады. Ойпырмай, ойпырым ай емес. Япырау, япырау емес. Япырмай, япырым ай емес. Япырмау, япырмау емес.